Сәлем достар, All Star оралды. Бүгін біздің жігіттер сербиялық Crvena Zvezda командасына қарсы матч өткізеді. Ойын алды бір апта оқу-жаттығу жиын өтті, ал бүгін сол дайындықтың нәтижесін көретін күн. Матчтың басталуына аздаған уақыт қалды. Қазір стадион сыртында қарбалас болып жатыр. Жанкүйерлер жиналып, қазір ойын ойнап жатыр. Осындай алаңдарда бірге ойнап қайтады. Сен бастайсың ба, мен бастаймын? Мен? Мұнда Месси, Роналду және Мбаппе кездесіп қарсысына қатысып. Мұндай мүмкіндік күнде келе бермейді. Бүгінгі есеп неше болады деп ойлайсың? 2-1. Сатпаев и Чокбаев стадион. 3-1 болады. Пенальтидан 5-3. 2-1 болады. 3-1. Наши ребята выиграют. Футболға қызығасың ба өзіңіз? Обязательно, әрине қызығам. Неймардың фанаткасы номер 1. Бүгінгі матчтың есебі қанша болады деп ойлайсың? 2-1. 2-1. Кім салады бұл? Фридом. Міне біздің жігіттер алаңға шықты. Қазір ойын алды жаттығу болып жатыр. Жігіттерге сенеміз. Мұнда Алматыда бүгін ауа райы тамаша. Жанкүйерлер де ақырындап жиналып жатыр. Исторический матч стартует! Біз жанкүйер Оралдан келіп отырмыз. Оралдың Ақжайық Чапайдан. Оралдан арнайы осы матч үшін келдіңіз. Осы матч үшін келдік. Мына екі немерем міне. Ерте келдік біздер деген. Bir болмай келдік. Осы жерде жүрдік. Апа, осында Месси, Роналду, Мбаппе келді дейді. Көрдіңіз ба? Қашан? Ол мана фотоға түскендер ме? Бізде де жақсы момент болды. Ойын жаман емес, бүгінгі өздеріңіз көріп отырсыздар. Crvena Zvezda Европада ең үлгі академия деп айтуға болады деймін да. Бұлардың балдары өте мықты. Көбісі қазір Италия, Испания, Францияда ойнап жүрген үлкен жігіттер бар. Бірінші тайм өз мәресіне жетті, есеп 0-0. Идем, дышим, все нормально. Здесь я, у меня игрок постоянно. Вот здесь Дара, у него тоже игрок. У меня там Левая восьмерка кто? Ой, у меня 2 игрока. Вот. Левый наплечник, вот это 11. Середина наелась, края стали не успевать. Они два широко вас растягивают, опорник. Все, эти эпизоды забыли, создаем новый. Все решает, запомните характер. Поэтому, мужики, сейчас надо собраться, все будет хорошо. Давай!
немерем ойнап жатыр мен. Кім? Алихан. Қазір алаңда ғой. Иә. Капитан себя ведет как настоящий капитан. И вратарь лучший. Қазір бір гол болу керек деп ойлаймын мен. Пенальтиға жетпейді ау деймін. Конечно, біздерді салу керек. Все. Біздерді салады. Салады, обязательно салады. Уақытын айтайын ба? 88-ші минутта саламыз. Жақсы. Көрейік. Burada bu salon mümkün. Yeter, bir gidiyorum. Sen birinchi golды saldың. Сол golды, осы жеңісті кімге арнайсың? Білмеймін әзір. Біз білмеймін. Анаңа, отбасыңа, қызыңа бәлкім. Ой, қызым жоқ, біз білемін. Енді мына голдан кейін қыз пайда болады. Ондай жоқ. Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Соперник күшті болды. Бірақ біз характер Көрсеттің. Және Екінші голды өзің салдың. Ойынның аяқталуына неше минут қалғанда? 2 минут қалғанда, иә, қателеспесем. 5 минут қалды. 5 минут қалған, 85-ші. Иә. Осы алаңға шыға алмай қалған ойыншыларды да көрдік. Кейбіреу жылап қалды. Оларға не айтасыз? Конечно, обидно, что не успели выпустить. Там небольшие технические проблемы произошли, что быстро не успели среагировать. Конечно, жалко. Хочется сказать им, чтобы они не расстраивались. Мы хотели выиграть. Думаю, у них еще будет шанс себя проявить в дальнейшем. Осы соңғы аптада бір 4 сағаттан ғана ұйықтап жүріңдер. Сол орындалатын шығар енді. Да, теперь, наверное, удастся поспать. Чуть-чуть не дотянув до дополнительного времени. Первый, второй, чуть третий в нахаловку не забили. Ребята красавчики, конечно, я прям очень верю. У нас точно есть будущее у нашего футбола. Достар, осымен бүгінгі матч аяқталды. Жеңіс Киджелик All-Star'дың қоржынында. Және жігіттер дәл осы доппен 2 голды салған болатын. Бұны енді сіздерге алуға мүмкіндік туды. Дәл осы YouTube видеоның астына біздің лигадағы сүйікті ойыншыңызды жаза кетіңіз. Соның ішінен таңдап жеңімпазды анықтаймыз.